Бәріңізге ассалаумағалейкум. Тек қана балмен шай ішетін министр Бақыт Сұлтанов қызметінен кетті. Ол Тоқаевқа неге ұнамай қалды? Оның орнына басқа адам табылмағандай, неге өзімен өзі жыны келіп жүретін адамды министр етіп тағайындады? Приходите ко мне официально, я вам про тариф все расскажу. От и до. Жынды келтірмеңізші. Жынды келтірмеңізші. Жынды келтірмеңізші. Қазақстанда ең көп жалақы алатын министр қайсы? Пенсия фонд, налог, палогтарды алып тастағанда қолдарына қанша тиеді? Ал айлығы аз министрлер арасында кімдер бар? Өлдің бақшадан әкең өлді ме? Тексіз албасты. Әмина Қажапа неге ашулы? Ол қай министр немесе әкімді қарғап тастады? Мұны сізге білген дұрыс. Оған. Не қылды? Ана сенесін тағып. Аты скорый сағыден скорый. Уже есін білмейді башы, тесте жіберші. Ойын шығар саған адамның өмірі, тесте жібер. Қазақ елді баршаларыңыздан сұрарым. Мені барлықтарыңыз видеоны көріп біліп өтсіздер, шынайы екеніне көздеріңізде жетіп отырған шығар. Жолдасымның жағдай өте ауыр, қыстың күнінде де басқа уақытта да жағдайымыз мәз емес, осылай болып қала береміз. Баршаларыңыздан өтініп сұрарым. Біздің мұқтаждығымызды түсіне қол ұшын беріп жәрдем етсеңіздер. Сіздерге мен сенемін. Алла разылық үшін көмектеріңізді аямасаңыздар екен. Осы ағамыз әпкеміз осындай халде жағдай түсіп тұр. Енді ары қарай не болған айтпақ қояйық. Өте төмен отбасы екен. Өз көзбен көрген өте қиын екен. Қазақ елі барынша көмек етейінші. Қарындасымыздың қарашы, кішкентай болса да папасына көмек етіп, әкесін жүрші деп тілеп жүр. Осы үйлі өте төмен отбасы екен. Қазақ елі сіздерге тенем, тезірек үйлі қылайшы бұларды. Бір жүттенде де болса да, тиын болмаса да, видеоны барынша таратайшы. Қазақ елі сіздерге тенем, қазақ елі. Әпке, аға, бәрі жақты от, ойындамаңыздар. Қанттың бағасына ие бола алмай халықты қақсатқан министр Бақыт Сұлтанов қызметінен қуылды. Ол өткенде Тоқаевтан ұрыс естіп, сөгіс алған болатын. Ура деп мәз болып отырғанымыз сол еді, орнына Серік Жұманғарин деп қон жеп отырыпты. Тек абайлау керек, оның жынын келтіруге болмайды. Бұл мероприятие ғой, не болды? Кеше парламентте айтым тарифтер туралы. Ондай болса, өздеріңіз тұра беріңіз бұнда. Ну, конечно, мероприятие про малый и средний бизнес, вы мне здесь про тариф пришли спрашивать. Приходите ко мне официально, я вам про тариф все расскажу. От и до. Жынды келтірмеңізші. Міне сауда министрлігін енді осындай кісі басқарады. Көрейік не тындырарын. Ал Сұлтанов асықпай балмен шай ішіп отыра тұрсын. Өйткені оның қан түгілі балды тонналап алуға шамасы әбден жетеді. Өйткені жалақысы 1.668.958 теңге болған екен. Жалпы Қазақстанда министрлердің жалақысы 1,7 миллион теңгеге дейін жетеді. Алайда барлық ведомстволар жалақы туралы ақпарат ұсынудан бас тартқан, тек бас прокуратураның араласуынан кейін ғана жария еткен. Бұл туралы Стангизет ақпарат агенттігі Курсив медиа басылымына сілтеме жасап жазды. Ал тыңдаңыз, кімнің қанша алатын? Қазақстанда 18 министр бар, жалақыңыз қанша деген басылым сауалына тек 10 министрлік жауап берген. Дегенмен сыртқы істер, қорғаныс, әділет, еңбек, білім және ғылым, мәдениет, ұлттық экономика, экология және денсаулық сақтау министрліктері тура жауап беруден бас тартқан. Тек бас прокуратураның араласуынан кейін экология мен денсаулық сақтау министрліктері жауаптарын өзгерткен. Жалақысы ең төмен министрлер ішінде ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев бар. Қызмет еткен жылдармен ұстап қалатын алымдарды есептегенде ай сайын шамамен 1 миллион теңге алады. 2020 жылы қызметке келген төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильиннің де жалақысы 1 миллион теңге шамасында. Жалақыға генерал-лейтенант шені де есепке алынады.
Экология министрі Серкалы Берекешевтің жалақысы еңбек өтілі заңдық негізде алынатын салықтарды есептегенде 1,3 миллион теңгеге тең. Берекешев 2021 жылдың 10 қыркүйегінде министр болып тағайындалды. Қаржы министрі Ерулан Жамаубаевтың жалақысы премьер-министрдің орынбасары міндетін атқарғанын қоса есептегенде 1,5 миллион теңге шамасында. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Асқар Омаровтың жалақысы 1,564,840 теңге. Денсаулық сақтау министрлігінде орталық меморган басшыларының жалақысы еңбек өтіліне қарай 1,172,601 мен 1,668,000 теңге аралығында екенін мәлімдеді. Ажар Ғинаяттың еңбек өтілі 25 жыл сәйкесінше ол максималда 1,6 миллион теңге жалақы алады. Ол бұл лауазымға 2022 жылдың 11 қаңтарында тағайындалған. Ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың 20 жыл еңбек өтілін есептегенде 1,668,958 теңге жалақы алады. Оның ішінде шен үшін қосымша төленетін 96,000 теңге бар. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілі 30 жылдан асады. Сәйкесінше олда 1,668,000 теңге жалақы алады. Өскенбаев министр болып 2022 жылдың 11 қаңтарында тағайындалды. Энергетика министрі Болат Ақшолақовтың жалақысы 1,668,958 теңге. Еңбек жолын 1994 жылы бастаған Ақшолақов бұл лауазымға 2022 жылдың 11 қаңтарында келді. Бұл мемлекеттен алатын ресми айлықтары. Бірақ министрлер жалғыз жалақыға қарап отырмағаны анық. Бәрінің бір бизнесі, табыс көздері бар екені бесенеден белгілі. Сондай айлық алып үкіметтің тегін пәтерінде тұрып, атақты көлік мінсе де, міндеттерін абыроймен атқара алмайтынына жының келеді. Әсіресе жолға жауапты шенділер немесе жол салуға бөлінген қаражаттан ақша жеп отырғандардың мойнын бұрап жұлып алса ғой, о балдар жоқ еді. Оларға Әмина Қажы апаның да өкпесі қара қазандай. Жолға қарап отырған кім өз тегінде? Өкпе өшкір. Сорлы неше жыл жасайды бұл Шығыс Қазақстанның жолын. Бет деген қайда? Ар деген қайда? Намыс деген қайда? Ұят деген қайда? Өлдің бақшадан әкең өлді ме? Тексіз, тексіз албасты. Мен бүткіл балаларды отырғызып қойып бір қарғатам, соны көресің. Сұмды кусок алып алған, кусок ол салып атқан жолдарың сапалы болса ғой. Жарайды, сапасыз. Шыбенкінің үсті асфальт сала салған, ол ана жерде ойылып атқан, мына жақта тойылып атқан, өліңдер ақшадан, жолдың ақшасын жегенше өліңдер. Жүйелі қарғыс жүйесін табады дейді. Жолдың ақшасын ұрлағандар түбі оңбай кетеді осы. Бір Әмина апа ғана емес, бар қазақтың наласы бар ондайларға. Бірақ байқайсыздар ма, үкіметті өзіміз жаман үйреттік. Билік бюджет ақшасын бір салаға бөлсе, мысалға көп балалы отбасыларға дегендей, тап бір сол қаржыны өз қалтасынан шығарып, бізді жарылқап жатқандай бәлсінеді. Оны қоймай, жұрт сол үшін оған рахмет айтып жатады. Неге халық өз ақшасын өзіне берген үшін алғыс айту керек? Шын мәнінде бюджеттегі ақша дегеніңіз халық өз маңдай термен жинап берген қаржы ғой. Яғни ол табыстың қайнар көзі, сол ақшаны табушы халықтың өзі. Ал билік, президент, парламент, үкімет, әкімдер халық қаржысын игеруге уақытша жалданған қызметкерлер емес пе? Әрбірден соң билікте жүргеннің бәрі халықтан ақша алып күн көріп отыр. Олардың жалақысы, отырған ғимараты, мінген қызметтік мәшинесі, оларға көрсетілетін медициналық көмек бәрі халықтың қалтасынан төленіп отыр. Билік бізге рахмет айтуы тиіс. Сіз үшін білген дұрыс.